Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Өмір қимылды талап етеді. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетпеген деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Адамның бүкіл өмірі өзін өзі жұбату, өзін өзі алдау. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Жалғыздықпен өмір сүру және одан рахаттану ұлы қабілет. Оқы және үйрен. Маңызды кітаптарды оқы. Қалғанын өмірдің өзі түсіндіріп береді. Қандай жағдай болса да, өмір тоқтап қалмайды. Осыны ескеріңіз. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз өмірді өзіне бейімдегісі келеді. Шын мәнінде құбыжықтар мен әруақтар өмір сүреді. Олар біздің ішімізде, тіпті кей кезде бізді жеңіп кетеді. Өмірдің басты қағидасы өмір сүру. Қолыңыздан келмесе де, өз-өзіңізге мен мына затты жасай аламын деп уәде беріңіз.